Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге осындай үйдегі қарапайым бар заттармен жасалып, өте дәмді әрі нәзік болып шығатын кекстің рецебімен бөлісемін. Достар, менің каналымда көптеген қолжетімді заттармен жасалатын рецептер бар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Кексті жасау үшін барлық заттар бөлме температурасында болуы тиіс. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны салып, оның үстіне 1 стақан қант салып, ерігенше толығымен араластырамыз. Қант ерігеннен кейін оның үстіне сұйық май және дәл осылай етіп сүт қосып ары қарай араластырамыз. Келесі кезекте алдын ала елеуіштен өткен ұнға 1,5 шай қасық разрыхлитель салып, оны да араластырамыз. Енді осы ұнды жұмыртқалы массаның үстіне шетінен аз-аздан сала отырып, венчиктің көмегімен араластырып шығамыз. Қалған ұнды салып, түйіршік қалмайтындай етіп араластырып шығамыз. Дәл осындай қаймақтың қоюлығындай масса шығады. Енді осы дайын болған массаны арнайы формаларға құйып шығамыз. Әрбір формаға 1 ас қасықтай қамырдан салып шықтым. Арасына салғанға, яғни начинкасына менде дәл осындай вареный сгущенка, яғни қоюлатылған сүт. Начинкасына сапасы жоғары қоюлатылған сүт немесе арнайы термостойкий сгущенка болса, ол формасын сақтап астына түсіп кетпейді. Әрқайсысының бетіне 1 ас қасық қамырдан құйып шығамыз. Піскен кезде қамыр 2 есе көтерілетіндіктен толтырмай құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Егерде дәл осындай силиконды формаларыңыз болса, дәл мына сияқты қағаздарды салмай-ақ бірден пісіре беруге болады. Балалар гүл тәріздес кекстан жалыққандықтан мен осылай қағаздарды салып шықтым. Достар, менің каналымда дәл осындай қарапайым заттармен жасалған көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.